Бәріңізге ассалаумағалейкум. Тұрмыстық заттарға Құран аяттарын жазу, бейнелеу дұрыс па? Жауабы: Құран Алланың кәләмі, мұсылмандар қасиет тұтар кітабы. Құранды әрі шариғаттың белгілерін құрметтеу барша мұсылмандардың міндеті. Кім Құранды құрметтесе, Алла тағаланы құрметтегені, ал кім кемсітсе, Алланы кемсіткен болады. Алла тағала Құранда былай дейді: міне осы, кім Алланың белгілерін ұлықтаса, күдіксіз ол жүректің тақуалығынан. Омар, ол кісіден Алла разы болсын, Құранды ұлықтаңдар деген. Құранның кейбір аяттарын ыдысқа жазу мәселесіне келсек, оның үкімі адамның ниетіне байланысты болады. Егер Құранды қорлау мақсаты болса, оған тыйым салынады. Өйткені ол қасиетті рәміздерді елемеу және оның беделін, мәртебесін бағаламау болып саналады. Мұсылмандар Құран кәрімді ұлықтап, құрметтеп және оны сақтауы керек. Сол үшін Құранды қорлауға алып баратын барлық жайттарға тосқауыл жасауы тиіс. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде Құранды жерге, киімге, төсенішке, жастыққа және тағы басқаларына жазуға тыйым салған деректер жеткілікті. Соның бірі Амр ибн Шуғайбтан жеткен риуаятта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құранды жерге жазуға тыйым салынған делінген. Себебі жерді барлығы аяғымен басып жүретіндіктен, оған жазылған Құран аяқ асты болып кетуі мүмкін. Бұл Құранды құрметтемеуге алып барады, ал ол үлкен күнә. Тіпті ғалымдар қорлауға алып барады деген қауіптен, тіптен ондай мақсаты болмаса да, Құран кәрімді киімге, ақшаға жазуды мәкрух деп ашық мәлімдеген. Камал ибн Хумам Құранда Алла тағаланың есімдерін дирхамға, михрабқа, қабырғаға және төсеніштерге жазу мәкрух деген. Әл-Фатауа әл-Хинди атты кітапта Құранды қабырғаға жазу кейбір ғалымдар рұқсат берсе, ал бірі қабырға құлаған жағдайда Құран аяттары адамның аяқ астында қалама деген қауіптен мәкрух санаған деп жазылған. Әш-Шербани Құранды мешітте болса да қабырғаға, сондай-ақ киімге, тағамға жазу мәкрух деген. Жоғарыдағы ғұламалардың Құранды қабырғаға жазуға тыйым салғаны оның аяқ асты болып кетуіне байланысты айтылған. Ал қорлауға алып бармаса, әсіресе мұндай іс-әрекеттер тәбәррук, емделу мақсатында болса, оған тыйым жоқ. Дегенмен Құран аяттары жазылған ыдыс-аяқтар, тұрмыстық заттар аяқ асты болмауына, үйдің бір шетінде шашылып жатпауына, балалар ойнамауына ешкім кепіл бола алмайды. Сондықтан ыдыс-аяқтарға Құран аяттарын жазу дұрыс саналмайды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, шариғат және пәтуа бөлімі.